Ленгір қаласы, Төле би ауданы, номері 1 мектеп гимназиясының 7 сынып оқушысы Оразбекова Айкерім. Бүгінгі ғасыр жәдігер атты байқауында мен киіз басу технологиясы бойынша жұмыс дайындадым. Бізде жын ол осы суретте көрсетілген жануарлардан, яғни қойдан, түйеден және тағы басқа да жануарлардан алынады. Мен өзімнің картинкамды жасау үшін осы күзде қырқылатын жынды таңдап алдым. Оны өзіме қажетті түстермен бояп алдым. Содан соң олардың ұзындығын біркелкі қылып қырқып, бір-біріне беттестіріп қойдым. Одан кейін бірінші қабатты түзу, ал екінші қабатты оған айқастырдым. Одан кейін бір ыдысқа сабынды үкішін өткізіп салып, үстінен ыстық қайнаған суды құйдым. Оны жынның бетіне сеуіп, үстінен матаны жауып, мата дейінде осы суретте көрсетілген затты жауып, үстінен оқтаумен бар күшпен илеп шықтық. Одан кейін оның сабын суын шаю мақсатында мен оған екі қайтара тағы да ыстық суды бетіне құйып шықтым. Одан кейін оны кептіру үшін үстелдің үстінде қалдырдым. Енді бізде оны жасау үшін осындай инені қолданамыз және губканы ұмытпаймыз. Ол бізде ыңғайлы болу үшін. Енді өзімнің картинаммен алып өтейін. Осыны алып, біз осылай жасап шығамыз. Міне, осылайша жын бір-бірінен кірігеді. Енді өзімнің картинам туралы айтып өтейін. Бұл әлемді тербеткен ана деп аталады. Себебі мен бұрынғы қазақ халқының барлық осы жерге шаруашылығын, байтақ даласын және қастер тұтқан киіз үйін және осы жердегі ақжаулықты ананы суреттедім. Яғни өзімнің түпкі мақсатымды және ішкі жан дүниемді осылайша жасап шықтым. Мен Абай Әсемай, сиқырлы қайшы үйірмесінің оқушысымын. Бүгін менің көрсетейін деп отқан жұмысым ойлы жастықша. Мен ойлы жастықшаға қошқармүйіз ойын алдым. Қошқармүйіз ойын алған себебім, ежелде ата-бабамыз қыздарды ұзатқан кезде қошқармүйіз ойын молшылық пен байлықтың негізі ретінде беретін болған. Қошқармүйіз ойуы 4 қабырғаң тең болсын деген ниетте де жасалған. Кілем, текемет, сырмақ, ағаш оюлар және әртүрлі зергерлік бұйымдардың өзінде қошқармүйіз ойуы қолданылады. Қошқармүйіз ойуы қазақ халқының бүкіл тыныс тіршілігі. Мен нөмір 4-ші Қаныш Сәтпаев атындағы жалпы орта мектебінің 9-шы сынып оқушысы Рахымжан Сабина Ерқызы болып келемін. Менің таңдаған тақырыбым қазақтың ұлттық киімдерінің жасалу жолы болып келеді. Менің бұл тақырыпты таңдаған мақсатым қазақтың ұлттық киімдерінің насихаттандыру және де басқа да ұлт өкілдерінің және тіл үйренушілердің қазақтың ұлттық киімдері жайлы мәлімет бере отырып, оларды қазақтың ұлттық киімімен таныстыруым болып келеді. Және де қазақтың ұлттық киімдері салтанатты және күнделікті өмірде киетін болып табылады. Және де ол киімнің негізгі түрлері бас киім, іш киім, сыртқы киім және аяқ киімдері болып табылады. Менің жасаған жұмысым ол қуыршаққа сай үлгі қазақтың ұлттық киімі болып табылады. Бұл образ көйлектен, камзолдан, сәукеледен және де басқа да әшекейлерден тұрады. Көйлекті жасау үшін біз түрлі материалдарды таңдауымызға болады. Мысалы, шифон, атлас немесе гефюр маталарын таңдаймыз. Ал камзолды тігу үшін біз велюр немесе бархат материалдарынан және де оны әшекелеу үшін оның шеттеріне чесма немесе ою өрнектерді қолданамыз. Сәукелені жасау үшін камзол секілді бархат немесе велюр материалдарын таңдаймыз. Оның астыңғы жағын жүнмен, ал үстіңгі жағын үкі арқылы әшекелейміз. Оны ою өрнекпен немесе басқа да асыл тастармен әшекелеуімізге болады. Бұл жұмысты тігу үшін мен ең алдымен модельдің өлшемін алып, сонымен қатар эскиз жасадым. Матаны пішіп алып, содан кейін оны қырқып, оны біріктіру үшін мен ең алдымен қол тігісі арқылы бүктеп шықтым. Тігін машинасы арқылы, түзу тігіс арқылы оларды біріктіріп шықтым. Осы жолдың арқасында мен осындай қуыршақтың көйлегін тігіп шықтым. Мен Төле би балалар көркем сурет мектебінің 2-ші сынып оқушысы Бекбатша Майра. Тақырыбы
сазсырнай. Сазсырнай ата-бабамыздан келе жатқан музыкалық аспап. Мен бүгін сіздерге сазсырнайды қалыпта қалай шығару керек екенін айтып өтетін боламын. Бізге сазсырнай жасау үшін көп заттар қажет етпейді. Ең алдымен бізге саз балшық, және де су, және де осындай гипс керек. Ең алдымен біз саз балшықты осыған гипс қалдығына салатын боламыз. Және оны формуласын шығарып алғаннан кейін оны сумен бір-біріне жабыстырамыз. Және де ол болғаннан кейін оны 30 және 20 минутқа қоя тұрамыз. Себебі ол кебуі қажет. Гипс оны өзінің суын тартып алады. Және де ол кепкеннен кейін біз оған түрлі өрнектер салсақ болады. Және де оны біз күнге емес көлеңкелі жерге сақтауымыз кептіруіміз қажет. Содан кейін ол кеуіп болғаннан кейін оны арнайы пешке күйдіреді. Содан кейін ол кеуіп болғаннан кейін осындай сазсырнай шығады. Мен Қуаныш Байкаусар, осы кілем тоқу үйірмесінің оқушысымын. Біз кілем тоқуда тікті кілем тоқимыз, яғни тікті кілемге бізге қажетті заттар эскиздер, кілем қалыбы, түрлі түсті дайын жіптер, және де шанышқы, қайшым, және де көрпеше керек, ол қауіпсіздік ережесіне сай болады. Және де бізге бұл кілемнің ең маңыздысы негізгі жіпте керек болады. Менің жасаған туындым туған өлкем деп аталады. Яғни бұл жерге мен ата-бабамыздың қажеттілігіне жарап келген киіз үйді, және де көлде ұшқан аққуды, әсемдік пен сұлулықтың символына айналған табиғатымызды бейнеледім. Яғни бұл жерге бұл туындының шетіне басқұр салдым. Яғни басқұр киіз үйді безендіруге арналған, және де уық пен керегенің сыртынан бастырып тұратын яғни өрнек болып табылады. Және де басқұр ұрпағымыз өсе берсін, дамай берсін, және де менің өнерім жалғаса берсін деген ниетпен тоқылады. 1 мамыр жалпы орта білім беретін мектебінің оқушысы Темірхан Мереймін. Тақырыбым қағаздан жасалған бұйым, папье-маше әдісімен. Мен өзімнің заттарымды табиғи шикізаттан жасаймын. Маған керек көкейімді тескен нәрсе. Сіз дүкенге кірген кезде көптеген ойыншықтарды көресіз. Олардың барлығы пластмассадан, резинадан жасалған ойыншықтар. Олар адамның денсаулығына зиян келтіреді. Маған керекті заттар: шар, су, және де бояу, дәретхана қағазы және желім. Мына шарға дәретхана қағазын кішкене сулап, жабыстырып, осылай жабыстырып шығамыз. Олар 1-2 күн істейміз, және олар қатты болады. Осын сыртынан осындай кішкене қағаздарды қырқып, олай желмен жабыстырып бәрін тізіп шығамыз. Осылай өте қатты, жерге лақтырса мыжылмайды. Енді осыны істеп болған соң, біз гуашты алып, бұны бояймыз. Осыншама нәтижеден кейін осылай ғажап адамдардың бейнесін жасап шығарамыз. Мен Төлебек балалар көкемтүрік мектебінің 4 сынып оқушысы Бекбатша Еркеназ. Бүгінгі менің тақырыбым ғасырлар жәдігерлері, яғни түрлі сурет тізбегі олардың ғасырымыздағы қалып кеткен наным-сенімдерімізді арттыруға өз үлесімді қосқым келеді. Яғни мен бүгін өзімнен сол тақырыпқа байланысты сурет салдым. Яғни бұйымдарды, өзіміздің бұйымдарымызды алға қарай арттырып, өзімнің үлесімді қосу арқылы осындай сурет салып келдім. Және де бұл суретке маған қажет болған заттар гуашь бояуы, және де қылқаламдар, су, және де палитра қажет. Сәндік натюрморт болып табылады. Яғни натюрморт дегеніміз қойылымды қағазға салу барысында оның үстіне түрлі оюлар, сызықтар арқылы өткізу. Яғни мына суретте көріп тұрғандарыңыздай оюлар, сызықтар бар. Оны суретші өзі қалаған нәрсесімен жүзеге алады. Яғни және де осы суреттердің бәрін қосу арқылы
осы сурет мына суреттер соған арнайы жасалған. Бұл суреттердің бәрін жасау арқылы біз мынандай рамкаға, дайын рамкамызға суретті салып, дайын дүние жасап шығара аламыз. Және де барлықтарыңызға айтарым, өзіміздің құндылықтарымызды біліп, оны алға қарай дамыта берейік. Сәлеметсіздер ме? Мен Габилин үйірмесінің оқушысы Әбен Әнел Нұрлыбекқызы. Мен дәл қазір шықма Габилиннің тоқып жатырмын. Менің жұмысымның тақырыбы тіршілік деп аталады. Тіршілік деп аталу себебі, мен бұл жерде көктемнің табиғатының оянуын көрсетіп тоқып жатырмын. Өздеріңіз көріп отырғандай, мына жерде мен әдемі күнді гүл бейнесімен тоқып жатырмын. Және де оюлы түрде жүйрік ат пен қыран құсты тоқып жатырмын. Және де тоқып отыра, мына жерде біз өсімдік тектес және де жануар тектес оюларды қосып жатырмыз. Және бұл жұмысты бастамас алдын бізге әрине эскиз керек болады. Эскизін әдемілеп сызып аламыз. Және де бізге керекті заттар қайшы, және де бөз матасы, және де түрлі түсті жібек жіптер мен қыжым маталар, бір түсті қыжым мата керек болады. Және де қауіпсіздік ережесін сақтай отыру керекпіз. Осы заттарды пайдалана отырып біз тоқып жатырмын.